Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай керемет болып шығатын сосиски тестінің ең оңай рецептімен бөлісетін боламын. Ал ендеше қамырымызды бастайық. Алдын ала еленген ұнымызға жұмыртқа, тұз, қант, ертілген сары май, сүт, тағы да ашытқы салып, жұмсақ қамыр илейміз. Видеоның маңызды сәттерін өткеріп алмас үшін айналдырмай видеоны толығымен көріп шығыңыздар. Осындай қазақ тілді каналдың алға қарай дамуына аз да болса үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видеоға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Қамырымызды илеу қанғанша илейміз. Міне осындай жұмсақ әдемі қамыр болып шықты. Енді осының үстін пакетпен жауып ашытып қоямыз. Мен қамырды 1 сағаттай ашытып алдым. Енді осыны 2 бөлікке бөлеміз. Енді қамырымызды осылай жаямыз. Қалыңдығы осындай болса болады. Осылай бірдей бөліктерге бөліп шығыңыздар. Енді сосискаларымызды осылай орап шығамыз. Енді осының үстіне пищевой пленкамен жауып, 20-25 минутқа тағы да қойыңыздар. Бір жұмыртқаның сарыуызына 1 ас қасық сүт құйып, осылай араластырып, бетіне жағып шығамыз. Одан соң қызып тұрған пешімізде 150 градуста 20-25 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей осындай қып-қызыл әп-әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, балаларыңызға өте қатты ұнайды. Қамыры жұмсақ керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше ас болсын.